Нақыл сөздер 6 тарау. Аңғырттық пен жалқаулықтан сақтандыру. Бұл жазбада Исраилдің патшасы Дәуіт ұлы Сүлейменнің нақыл сөздері берілген. Балам, егер көршің үшін кепілдік беріп, не бөтеннің қарызын мойныңа алып, аузыңнан шыққан сөзіңмен шырмалсаң, ұлым, сол адамға кіріптар болғаның, тез барып жалынып аяғына жығыл. Осылай уәдеңнен азат болып құтыл. Ұйқыға бой беріп, кірпігіңді ілмей, алдымен көз жұмып ұйықтайын демей, аңшыдан қашқан еліктей дереу құтыл. Құс іспетті тұзақтан босауға ұмтыл. Жалқау неме, құмырсқадан үлгі ал, ісіне қарап оның парасатқа ие бол. Бастық, бақылаушы, билеушісі болмайды, бірақ жазда ол қысқа азығын дайындайды. Орақ кезінде тамағын жинап сақтайды. Жалқау неме, қашанғы ұйықтап жатасың? Ұйқыңнан оянып қашан тұрасың? Біресе ұйықтап, не мүлгіп отырасың? Біресе қол қусырып жатып таласың. Кенеттен жүйріктей жоқшылық жетер. Тонаушыдан мұқтаждық саған тап берер. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар.